Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге сүзбемен бірге қосылып жасалатын шоколадты пирогтың оңай бір керемет дәмді рецептімен бөліскім келеді. Бұл пирогты бірінші жасағаннан сізде міндетті түрде шығады. Және де барлығына да бұл пирог ұнайды. Жұп-жұмсақ болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен шоколадты қамыр жасаймыз. Ол үшін ыдысқа 3 жұмыртқаны саламыз. Оның үстіне қант саламыз. Сұйық май құямыз, сүт құямыз және де жақсылап миксермен көпіргенше араластырамыз. Шамамен 3 минуттай араластырамыз. Одан соң еліктегі ұнға қопсытқыш какао қосамыз. Осы еліктің ішінде араластырамыз да, жаңағы біздің жұмыртқалы массамызға аз-аздан қосып отырып, миксермен араластырып отырып, біздің осылай қамырымызды жасаймыз. Міне біздің қамырымыз осылай оп-оңай дайындалады. Шоколадты қамыр осындай сұйықтықта болады. Мен осындай квадратты форманы пайдаланамын. Размері 20-30. Егер дөңгелек форманы пайдаланатын болсаңыз, онда оны размер 30 болу керек. Егер кішкентай размер пайдалансаңыз, онда бұл рецепттің мөлшерлерін азайтасыздар. Өйткені 20 сантиметрлік, 24 сантиметрлік формаға бұл рецепт өте үлкен болып кетеді, пирогыңыз дұрыс шықпай қалуы мүмкін. Сол себептен де 30 сантиметрлік дөңгелек форманы немесе квадрат болса, онда 20-30 сантиметр болатын форманы пайдаланамыз. Осылай барлық қамырымызды формаға құямыз, жақсылап жайып шығамыз. Әзірше форманы шетке қойып қоямыз. Енді сүзбелі қамырымызды дайындаймыз. Алдымен сүзбені блендермен езіп аламыз. Одан соң үстіне қант саламыз, жұмыртқа саламыз. Үстіне крахмал салып, жақсылап миксермен араластыратын боламыз. Мен үй сүзбесін қолдандым, яғни домашний творогты қолдандым. Бірақ бұл өте құрғақ, сондай түйіршіктері көп творог. Сол себептен міндетті түрде блендермен езіп алдым. Сіздерге де блендермен езіп алуға кеңес беремін. Блендермен езбесеңіз, онда сіздің сүзбелі қамырыңыз шықпай қалуы мүмкін. Бізде осындай крем сияқты қамыр шығуы керек. Енді осы сүзбелі қамырымызды кондитер қапшығына, немесе кондитер қапшығы болмаса, жай ғана целлофанға саламыз. Содан соң осы кондитер қапшығының ұшын орташа қылып құямыз да, шоколадты қамырдың үстіне тор көз қылып, біздің сүзбелі қамырды салатын боламыз. Пирогты 180 градуста шамамен 30 минуттай пісіреміз. Мүмкін одан тез пісуі мүмкін, одан кеш пісуі де мүмкін. Духовкаңызға байланысты міндетті түрде ағаш таяқшамен тексеріп алыңыздар. Мінекей біздің пирогымыз пісті. Мен тексердім ағаш таяқшамен. Таяқшамыз құрғақ болып шығу керек, осындай жұп-жұмсақ болады. Қатты суытпаймыз, кішкене ғана суығаннан кейін кесіп жей берсеңіздер болады. Бұл пирогты осылай жылы күйінде жесеңіздер өте дәмді. Қалай тез бітіп қалғанын тіпті сезбей қаласыздар, өйткені дәмі шын мәнісінде керемет, адамды өзіне ғашық қылдырады. Міндетті түрде осы пирогты дайындап көруге сіздерге шын ниетіммен кеңес етер едім. Өйткені бұл пирогты бірінші рет